Ән халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Жабаев. Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді. Григорий Николаевич Потанин. Музыканың үш түрі бар. Біріншісі жай ғана рахат сезімін туғызады. Екіншісі құмарлықты, ынтықтықты білдіреді. Үшіншісі біздің қиялымызға бағытталады. Жағымды сезім оятатын музыка демалыс үшін қолданылады. Ол бізді жақсы тынықтандырады. Әл-Фараби. Қазақтың ән әуездерінің тамаша бір қасиеті оның шын жүректен шыққан эмоциялық сезімталдылығы мен сезгіштігі. Борис Владимирович Асафьев. Халық музыкасында адам таңғаларлық көркемдіктер аяғыңды аттап басқан сайын кездеседі. Олар даладағы ешкім сеппей, ешкім бақпай өзінен өзі өскен гүл тәрізді. Гоголь. Музыканың жұмыс салдарынан пайда болған шаршағандықты ұмыттырып, өзіне баурап әкететін қасиеті болады. Ол бізге осы жұмыстың зардабына шыдауға, төзуге көмек береді. Әл-Фараби. Музыка адам жанын жарқындатып, жалындатуға тиіс. Бетховен. Практикалық музыка өнерінің әртүрлі бөлшектерін оқудың, үйренудің арқасында ұғынуға болады. Әл-Фараби. Құр айқай бақырған, құлаққа ән бе екен, өнерсіз шатылған, кісіге сән бе екен. Абай Құнанбаев. Музыка – жүрек тілі. Ол сезімдер мен көңіл күй әлемі. Ол дыбыстар арқылы бейнеленген жан сарайы. А.Н. Серов.